Соңғы жылдары елді мекендер мен ауданаралық жолдардың қалпына келтіру, тас төсеп асфальттау тозығы жеткен немесе жаңадан салынған көшелерде тұрғындарға ыңғайлы жағдай жасау мақсатында Жетісай ауданында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Бұл туралы сала мамандары Түркістан облысының бақ өкілдерімен кездесуінде мәлімдеді. Биылғы жылдың өзінде аудандағы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласын дамыту мақсатында ауыл ел бесігі жобасы аясында 933 миллион теңгеге Оспанов, Құрбан Ата, Сырабат елді мекендеріндегі жалпы ұзындығы 27-де 9 шақырымды құрайтын 35 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жалпы бізде биыл Жетісай ауданында ауыл ел бесігі бағдарламасымен 7 ауыл қамтылады. Бізде қазіргі таңда көрген Құрбан Ата және Алғабас елді мекенінен 9-6 шақырымды құрайтын 10 көше және Әлкен Оспановта 11-де 2 шақырымды құрайтын 15 көше орта жөндеу жұмыстары толық аяқталды. Қазіргі таңда және биыл бізде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 1 миллиард 282 миллион теңге қаржы қарастырылды. Қазіргі таңда біз тағы да 1 миллиард 700 миллион теңгеге экспертиза алынды. Ол мемлекеттік сараптама. Яғни бізде Қазақстан Республикасының 2001 жылғы автомобиль жолдарының 245 бабына сәйкес автомобиль жолдарына ең бірінші мемлекеттік сараптама қорытындысы салынады. Бізде қазір 1,7 миллиардқа экспертизалар дайын. Тағы да енді қазір біз 80 көшенің орта жөндеу жұмыстарын аяқтадық. Пайдалануға ол жыл соңында беріледі. Айтып өтек аталған жұмыстар бойынша кезекті жөнделуі тиіс жолдардың құжаттары жасақталып, ішкі жолдарға төселіп жатқан асфальттардың сапасы, төселген тастар мен асфальттардың құрамы, қалыңдығы мен енінің ұзындығы, нығыздалу коэффициенті аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлім тарапынан қатаң бақылауға алынған. Биылға жалпы бөлінген қаржыларға орташа және толық жөндеу жұмыстары толығымен басталған аудан бойынша. Өздеріңіз аралап көріп шықтыңыздар қазіргі таңда. Ең біріншіден олардың жаңағындай основаниясын дайындау, олар енді тас төгу, басқа жұмыстардың бәрін жаңа өздеріңіз бәрін көріп шықтыңыздар. Оның үстінен жаңағындай орта жөндеу жұмыстары 5 сантиметр, қалыңдығы 5 сантиметр, ені 5 метр. Қазіргі таңда енді нақты аудан бойынша өзекті мәселе тұрғаннан кейін облыс әкімдігі де, аудан әкімдігі де бұл нәрсе қатаң бақылауында. 2020 жылы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласын дамытуға ұлттық қор облыстық және жергілікті бюджет есебінен 1 миллиард 983-те 5 миллион теңге бағытталып, ауыл ел бесігі жобасы аясында жалпы ұзындығы 44 шақырымды құрайтын 61 көшеге жергілікті бюджет және субвенция есебінен 624-те 2 миллион теңгеге, жалпы ұзындығы 26-да 5 шақырымды құрайтын 43 көшеге орташа жөндеу, 55-те 1 миллион теңгеге, жалпы ұзындығы 4-те 85 шақырымды құрайтын 10 көшеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оған дейін ұлттық сапа орталығы жаңа керін, олар нығыздығы, суға қанығуы сияқты заключениелерін алып болғаннан кейін барып, қорытындыларын алып болғаннан кейін барып пайдалануға тапсырылады. Қазіргі таңда 80 көше аяқталды. Алдымыздағы сессиядан тағы да 40 көшеге тағы да істеу, орта жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарда бар. Одан бөлек ағымдағы жылы аудандағы қанағатсыз жағдайдағы облыстық маңызы бар 72 шақырым жол, нақтырақ айтар болсақ, КХ-9 Баққоныс, Мыржашоқы, Жылысу, Қоғалы, 30-да 44-те 9 шақырым, КХ-104 Абдықалық Баққоныс, 0-де 8-де 3 шақырым автомобиль жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілсе, КХ-100 Жетісай Өзбекстан Республикасының шекарасы, 36-да 69-да 3 шақырым және КХ-87 Кетебай Қараөзек Атамекен, 0-де 15-те 5 шақырым автомобиль жолдарын жөндеуден өткізу жұмыстары 2025 жылға өтпелі. Аллаберген Құлжа, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.